Барлықтарыңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Біз бүгін осындай холодильниктің ішін, тоңазықтың ішін тазалайтын боламыз. Осындай болып кірлеп кеткен, иісі шығып, әртүрлі тамақ, әртүрлі салаттардың иісі шығып кеткендерін тазалайтын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай дәл осындай болып кеткен. Қоңыраушаны басып қойыңыздар міндетті түрде. Бірінші болып көретін боласыздар. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпағайсыздар. Әртүрлі тамақ иістердің шығып кеткендерді лайқап осындай тазалайтын боламыз. Тап-таза қылып иісін кетіретін боламыз. Міндетті түрде менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпағайсыздар. Қоңыраушаны басып қойсаңыздар, бірінші болып көретін боласыздар. Менің еңбегімді бағалап, лайк басып кетіңіздер. Міне, менде осындай үкіштен өткізілген кір сабын, ас содасынан 2 қасық, уксустан 2 қасық салып алдым. Менде осындай барыптан да қосып салып алып, ыстық емес, жылылау қылып су құйып алдым. Өйткені сабын еру керек, сол үшін осындай массаға айналады көпіріп. Осындай нелерді жақсылап жуып алатын боламыз. Бірінші осындай ішіндегі жұмыртқа қоятын, астында тұрған нелерін бәрін қосып, бірінші осыны жуып алдым. Осыларды жақсылап, осы сабын осындай массаға жуып, тазалап алатын боламыз. Барлығын үстіп тап-таза қылып жуып алдық. Міне, көріп тұрғандарыңыздай бәрін жуып, үстіп, жайып қойдым. Жаңағы массаны төгіп жібермей, енді осы холодильниктің іштерін жақсылап сүртіп, тазалап алатын боламыз. Егер кетпей, дақтары қайттан кетпей жатса, ас содасын жаңағы трапкамызға азырақ салып, сол жерде сүртіп жібереміз. Өте күшті көмек береді. Ас содасын салып алып, кішкене ғана су құйып, осымен дақ болып қалған майдың, нелердің дақтары тұрып қалған, осының көмегімен кетіріп алатын боламыз. Өте күшті көмек береді.
міне көріп тұрғандарыңыздай күшті көмек беріп ішінің бәрін тап-таза болып шықты. Енді астыңғы жағын морозкамен де мұз қатпайды. Үйтіп мұз қатып сеніп қалмайды, өйткені бұл өзі сондай холодильник. Астында үсті жақсылап тазалап алдым. Өте күшті болып қалды. Иісі да өзі де тап-таза болып қалды. Сіздер де жасап көріңіздер. Енді сол массамен сыртын да тазалап алатын боламыз. Менде осындай холодильник. Енді осы холодильниктің ішін бәрін тазалап болғаннан кейін осы уксус сірке суымен 2 қасық құйып аламын суға. И лимонды осындай суын шығарып алып, ішін тазалап тағы бір сүртіп шығатын боламыз. Міне барлығын сүртіп тазалап болдым. Көріп тұрғандарыңыздай айнадай жылтырап тұр. Астында ішін барлық жерін тазалап алдым. Тағы бір лайфхак, осындай уксусты 10-15 минутқа ашып қойсаңыздар болады, иісі кетеді. И картошканы да дәл осылай қойып алсаңыздар, иісі кететін болады. Дәл осылай қойып алсаңыздар болады. Видеоны көргендеріңізге рахмет. Алдыда видеолар шығаратын боламын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.